Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бүгін тағы да өздеріңізбен бірге Орда подкаст. Алдыңғы тақырыптарда қозғағанымыздай, осы жолда қазақтың алаш арысы, қазақ халқының тұңғыш математика ғылымдарының профессоры, қазақ осы Қарағанды жерінің тумасы Әлімхан Ермеков жайында сөз қозғамақпыз. Өздеріңізбен бірге Әлімхан Ермеков атамыз қызмет еткен Қарағанды политехника университетінің ұстазы, еліміздің жанашыр азаматтарының бірі Жарқын Амантайұлы өздеріңізбен бірге қонақта. Құрметті Жарқын аға, студиямызға қош келдіңіз. Алла разы болсын. Рахмет. Өзіңіз білетіндей, ел тарихында, тәуелсіздік жолында, еліміздің ең бір шекара мәселесінде, математика ғылымдарында ең бір айрықша айтылатын тұлғамыз Әлімхан Ермекұлы. Оның үстіне ең бір тағы да одан кейін жақында өзіміздің осы Қарағанды қаласының азаматы, ол кісімен әлдеқайда бала кезінде мақтанып, сол кісінің бүкіл тағылымын тыңдап өстік қой. Жалпы осы алғаш сөзді әр тұлғаның, әрбір азаматтың қалыптасу кезеңі, бала кезінен қалыптасу жолдары, дүниеге келген ортасының қандай деңгейде әсер ететінін білеміз ғой. Өзі Әлімхан Ермеков атамыз қазақтың үш бірдей арысы шыққан, Ақтоғай өңірінің тумасы. Сол жайында алғаш сөз бастап, ол кісінің бала кезінен, оқу алған кездерінен бастап, гимназиядағы, мектеп қабырғасындағы алғаш жайында сөз қозғап бастасақ, қалай дейсіз жалпы? Жақсы, армысыздар, құрметті тыңдаушылар, көрермендер. Сізге де көптен көп рахмет осындай кездесуге шақырып отқандарыңызға. Әрине, Әлімхан Ермековтің балалық шағы, Әлімхан Ермековтің білім жолы туралы айтатын болсақ, біз өзіміз білеміз, қазақтың ағартушылары Ыбырай Алтынсарин болсын, Абай Құнанбайұлы болсын, Әлихан Бөкейханов болсын, қайсысының артында әкелері, аталары тұрған. Солар балаларын білімге берген. Осы жерде бір мәселені айта кеткім келеді. Мысалға, Әлімхан Ермековтің атасы Ермеков бұл кезінде Құнанбаймен дос болған екен. Екеуі кезінде қажылыққа бірге барған екен. Сол сияқты Әлімханның әкесі Әбеу кезінде Абай Құнанбайұлымен аралас болған екен. Сол сияқты осы Әлімхан Ермеков те осы Абайдың ұлы Тұрағұлмен дос болған екен. Екеуі көп жерде кездескен. Сол сияқты біз білетін Әлімхан Ермековтің ұлы Мағауия бар. Осы Мағауия деп Тұрағұл Абайұлы осы Мағауия деп атын қойған екен. Сондықтан бұл жерде біз не айтқымыз келіп тұр? Кезіндегі Әлімхан Ермековтің атасы да болыс болған, әкесі де болыс болған. Осы біз жаңа айтып отқан Қарқаралы уезі, жаңағы Ақтоғай ауданында Бөріктас деген, Егінші Темірші деген жерлерде осы болыс болған екен. Атасы да, әкесі де. Енді әкесі бала кезінен Әлімхан Ермековті Қарқаралыдағы енді ол кездегі мектепке әкеледі. Сол мектепте алғашқы білімін алады. Сол Қарқаралыда ол білімді алғашқы, яғни орыс тілін болсын, тілдерді де сол жерде жай-жайдан меңгере бастайды. Сосын кейін бірте-бірте семейге оқуға түседі. Біз білеміз, гимназияға оқуға түседі. Ол гимназияны алтынға бітіреді. Сол гимназияны бітіргенде Әлімхан Ермековте осы сол кездегі таңдау болады да, кез келген университетке ешқандай емтихансыз кіруге деген сондай жолдау алады десек болады. Сол кезде ол кісі екі таңдау болады: Петербордағы университетке немесе Томскіге. Сосын енді өз естеліктерінде зерттеушілер, осы Әлімхан Ермековтің өмірін зерттеуші ғалымдар айтады, бұл кісі осы қаражатқа байланысты Томскіға университетке түседі. Енді тағы бір бала кезінде айтатын болсақ, осы Жанна Қыдыралина деген біздің қазақстандық ғалым бар. Осы арнайы кітап жазған. Сол кітапта мынандай деректерде бар да, осы Әлімхан Ермеков Томскіде геология мамандығына түседі. Осы сондай геология мамандығына түсуіне себеп болған осы Тәттімбетті біз білеміз. Тәттімбет деген біздің күйші болған. Сол Тәттімбетті біз мысалға бір күйші ретінде ғана білсек, ол кісінің сондай бір қасиеті болған екен. Алтынды алу, алтынды іздеу, сондай бір былай айтқан кезде геологиямен де араласқан деген бір ауыз сөз ғана бір кездестіріп қалдық та, сондай бір қасиетті, соған деген қызығушылықты Тәттімбеттен үйренді дегенде де бір жерін көріп қалдық. Өзіме де қызықты болды. Сол жаңағы Семейдегі гимназияны бітіргеннен кейін, алтынға бітіргеннен кейін, Томскіде сол геология мамандығына түседі сол жерде. Сол университетте оқып жүрген кезде көптеген ғалымдармен осы саяси көзқарасы сол жерде Томскіде, былай айтқан кезде сол заманда, сол уақытта
саяси белсенділік, саяси элита дейміз ғой, солардың бәрі сол жерде қайнап атқан ортасы болған. Солардың ортасында ол кісі де жүрген, осылай шындалған. Сол жерде осы біз айтып жүрміз ғой, Потанин деген ақсақалды, осы алаштықтың қай ардақтысы болсын, Потанинді ерекше құрметтеген, ол жаңағы Шоқан Уәлихановтың досы деп айтамыз, иә. Сол Потанинмен де танысқан, тіпті осы Потанинді кезінде Әлімхан Ермеков жаңағы өзінің Қарқаралда қоянды жәрмеңкесі дейміз ғой, сол қоянды жәрмеңкесіне әкелген, қоянды жәрмеңкесінен кейін осы өзінің ауылына жаңағы Былқылдақ дедік қой, сол ауылға алып келген, сол ауылда ел бәрі күткен сол кісіні. Сол кезде осы Потанин келген кезде қазақтың 27 ертегісін осы Потанин ақсақалдардың ауыздарынан жазып алған екен, жаңағы 27 ертегіні. Оның ішінде мысалға мықты дүние дейді, жаңағы Беғаз Дәндібай мәдениеті бойынша да біраз ақпараттарды берген екен осы Потанинге. Сондықтан Әлімхан Ермеков сол сияқты енді оқып жүрген кезде осы университеттегі сол кездегі профессорлармен де дос болған. Мысалға сол профессорлардың бірін өзінің несіне алып келеді. Осы енді жаңағы ғалымдар айтады да, көбінесе Томскіде көбінесе адамдардың көбісі өкпе ауруына жиі шалдыққан екен де, өйткені Сібірдің ортасы аяз жер, суық жер, және ол кезде уақыт қиын заман болған, тамақ тапшылығы болған дейді, сондай бір қиын кезеңде өмір болған. Әлімхан Ермековтің тіпті оқыған уақытын еске түсірген кезде, сонда балалар жатақханаға сыймаса, оқу ғимаратында, аудиторияларда да ұйықтаған дейді. Тіпті сол ғимараттарда пеш жағылмаған күндерде болған, сондай. Оның бәрі адамдардың денсаулығына өзде де біраз ауырып қалған негізі кезінде осы Әлімхан Ермеков. Сосын жаңағы профессорды ауылға осы шақырат, қымызбен емдел деп, осы туберкулезбен ауырып қалса керек. Сол кезде ауылға алып келген кезде, сол кезде Қаныш Имантайұлы Сәтпаев та сол кезде қарсы алып алады осы кісілерді. Қоянды жәрмеңкесіне біз жаңа айттық қой, Потанинді апарды, бұл кісінің ауылға апарады, жаңа қымызбен емдейді. Осы көбінесе Баян ауылда емделеді екен де, сонда Баян ауылдан бұларды Қаныш Имантайұлы Сәтпаев тосып алады. Енді Қаныш Имантайұлы Сәтпаев ол кезде сот болып жұмыс істеп жүрген Баян ауылда. Сол кезде жаңағы геологияның профессоры мен Әлімхан Ермеков екеуін айтады, бұл жұмысты қойып геологияға қарай келсейші, осы саланы оқу керек, меңгеру керек деп. Бұл айтқан кезде сот саласында жұмыс істеп жүрген Қаныш Имантайұлы Сәтпаевты осы жаңағы тау-кен саласына академик болуына, осы қаншама ғылымда қазақ академиясын құрып кеткен, қазақ ғылымына өзгерістер, тың өзгерістер әкелген Қаныш Имантайұлы Сәтпаевтың осы жолға түсуіне де себепші болған Әлімхан Ермеков болған. Сондықтан Әлімхан Ермеков туралы білім жолы десеңіз осыны айтсақ жеткілікті деп ойлаймыз. Шынында өте керемет, нағыз ұрпақ сабақтық десек те болады. Ол кісінің жаңағы кез келген тұлғаның тұлға болып қалыптасу кезеңі, ол кісінің шыққан ортасы, бірге болған тұлғаларының әсері өте ерекше ғой. Шынында өзіңіз сөз басында айтып кеткендей, атасының Құнанбай қажымен бірге қажылыққа баруда, ол сол заманда қазақтың үлкен бір элиталарының бірі ғой. Элитасы, өте үлкен. Шынында ол кісінің жалпы білімге немесе тектілігін негіздің үлкен бір жобасы екені анық. Шынында сондай қалыптасу жолында жаңа Қаныш Имантайұлымен де кездесуі біз үшін тың ақпарат. Өзіңізден шын, әрине ол кісіні біз ең бірінші білесіміз, тау-кен саласына барған білеміз, бірақ осындай үлкен ақпарат өзіңізден естіп отырмыз. Хауа разы болсын Жарқын аға. Бұл енді сол қиын заманның өзінде мектепті алтын белгіге бітіріп шығу, шындай Әлімхан Ермеков атамыздың қандай білімге деген құштарлығы, қандай қиындық болса да үлкен бір өзінің ынталығының үлкен белгісі ғой. Жалпы енді осы бұдан кейінгі ол кісінің жалпы саяси, ол кезде Алаш ауданының құрамында болды, құрамына кірді ғой кісі. Сол жылдардағы алаштықтардың мен алғаш саяси осы білім жолымен бірге, сонымен қатар ол кісі қалай саяси жолға түсе білді және математика саласына да қалай араласты, сол жайында кішігірім сөз қозғасақ. Тамаша. Жалпы Әлімхан Ермеков жаңа біз айтып өткендей, Томск даласында осы саяси науқан дейміз, бір айтқан кезде саяси белсенділік халықтың артқан болатын. Томскіде жаңағы саяси элиталар ылғи да бас қосатын болған. Сондайдың ортасында кезінде Әлімхан Ермеков те жүрген. Жалпы Әлімхан Ермеков өзі 5-ші курста оқып жүрген кезде
мынау оқып жүріп таста кетуге тура келеді. Таста кетуіне себеп болған ол жаңағы бұл Семей даласында Әлихан Бөкейханов сияқты Алаштың ардақтыларымен танысады. Міне сосын бірте-бірте осындай уақыт басталады ғой, мысалға 1917 жылдар біз білеміз, жаңағы ақпан революциясы дейді, мысалы қазан төңкерісі дейді. Осы уақытта былай айтқан кезде Алаш ардақтылары осы уақытта бүкіл күш жігерін салады, бүкіл күшін жинақтап, осы елдің, жердің мәселесін көтере бастайды. Сол кезде осылардың қатарына Әлімхан Ермеков барып көмектеседі. Әлімхан Ермековті өз былай айтқан кезде Әлихан Бөкейхановтар, Міржақып Дулатовтар, Ахмет Байтұрсыновтар Әлімхан Ермековке үнемі жол көрсетіп отырған. Жалпы біз мына мәселені де ұмытпауымыз керек. Әлихан Бөкейханов мынау Алаштың өз буынына, өзінің қатарластарына, жаңағы одан кейінгі кіші буынға да жол көрсетіп отырған, әрқайсысына бағыт көрсетіп отырған, сен мынаны айтасың, сен мынаны айтасың деп. Сонда енді өзіміз білеміз, қазір көп жерде айтылып жатады, осы қазақтың шекарасының сызылуына септігін тигізген бұл кім? Әлімхан Ермеков. Біз өзіміз білеміз, Әлімхан Ермеков Владимир Ильич Ленин, былай біз Ульянов Владимир Ильич Ленин. Осы кісімен Әлімхан Ермеков бірнеше сағаттар бойы осы Қазақстанның жер мәселесін көтереді. Өйткені мынандай жағдай болған, егерде қазақтар жер мәселесін сол кезде көтермесе, Түркістан деген республика болған. Түркістан республикасы ол Қоқан республикасы былай айтқан кезде Өзбекстандағы. Мысалы, Қазақстанның сонда былай айтқан кезде ол заманда Қазақстанның оңтүстік бөліктері, Алматы дейміз мысалға, Түркістан, жаңағы біздің Шымкент, бүкіл біздің оңтүстіктегі қалаларымыз, егерде сол уақытта Алаш ардақтылар қолға алмаса, ол Өзбекстан республикасының қолына кету ықтималдығы жоғары болды. Екінші мәселе, Астрахань қаласына біздің мұнайлы өлкеміз Атырау, сол жақтар сол жаққа қарай кішкене ойыса бастады. Керек десеңіз, Сібір ревкомы дейді мысалға, Сібір даласына біздің қазақтың Қарқаралы болсын, Семей, Петропавл сияқты, Өскемен сияқты далалар, олар жаңағы Сібірдің құрамына, Омбының құрамына, осындай жолдар болып жатты да, солардың құрамына қосып тастаған. Сонда қазақ территориясы айтқан 3 бөлікке бөлініп кетуі мүмкін еді ғой. Сонда Астраханьның, батыс Қазақстанды Астраханьға, оңтүстік Қазақстанды Өзбекстанға былай айтқан кезде, біздің солтүстік орталық Қазақстанды Сібір дейді, одан кейін Омбыға қарату жолдары негізі қарастырылып жатқан. Сондықтан бұлар бұның бәрін білді, Алаш ардақтылары. Сондықтан осы жолда бұлар бар күш жігерін салды. Сөйтіп бұл енді бұл айтқан кезде, жер мәселесін айтқан кезде, бұл жерде адамның бұл саяси сауаттылықпен қатар, ол тарихты мықты білу керек. Тарихты мықты білумен қасар, халықтың фольклорын, халықтың құндылықтарын, тарихын, шежіресін мықты білу керек. Онымен қоса дипломат болу керек. Неге Әлімхан Ермековті Әлихан Бөкейхановтар жіберді? Өйткені бұл дипломаттылығы, біз қазір айтамыз ғой, дипломат деп. Сонда дипломатияның биік жолын сон кезінде Әлімхан Ермеков көрсете білген. Алаш ардақтылар туралы жазатын біздегі ғалымдар айтады, Совет ақылы мысалға Әлихан Бөкейхановты зерттеген алаштанушы ғалым айтады да, Сталин мен алаштықтардың ешқайсысы тіл табыса алмаған дейді. Бірақ Әлімхан Ермеков қалайда болсын сол кісімен тіл табыса алған дейді. Бүкіл қазақтың сол кездегі алаш зияларының ішіндегі ең озық дипломаттардың бірі Әлімхан Ермеков екендігін көрсетеді ғой, әрине. Сонда ол кісі осы сондай бір дипломаттылығы, сондай білімі арқасында дейміз, осындай жерді, осындай бүгінгі біздің территориямызды сақтап қалуға осындай дарындылығы себеп болды десек болады. Жан-жақтылығы, дипломаттылығы, саяси сауаттылығы, тарихты білуі, бірнеше тілді білуі, білімі, бұның бәрін дәлелдеп беру, ол бірнеше дәлел, бірнеше мәдениет, бірнеше тарихты айту, оның бәрі ешкім оған жай берген жоқ. Ол жерде қаншама сұрақтар болды, ол дүние бірнеше тыңдаулар болды,
бірнеше семинарлар болды, бірнеше кездесулер болды. Бірден барып Лениннің алдына түсе салған жоқ қой. Оның алдында қаншама майданнан өтті десек болады. Бұның басты мақсаты қандай болды? Осы жерді сақтап қалу. Егер де жерді сол уақытта сақтамаса, біз жаңағы айтып отқандай, Омбыға қаншама жері, Орынбор мен Челябинсктің басшылары да өз шешімдеріне пайдалануды ойлап отырды. Мысалға, Орынбор мен Челябинсктің басшылары Қарқаралы уезі мен Зайсанды, Өскеменді, Павлодарды, Семейді өздеріне қарату жұмыстарын жасап отырған бұл айтқан кезде. Сондықтан тіпті бас кезінде Әлихан Бөкейхановтар Сібір ревкомы дейді, Сібір жаңағы революциялық комиссиясы дейді, соның құрамына кіреміз деді бас кезінде. Сосын оның құрамынан шығып өзіміз алаш болып құрыламыз деді. Сонда бұл қадамдарға не үшін барып тұр? Жылдам біз қозғалмасақ, ертең бұның бәрі талан-таражыға түседі деп білді де. Және құрметті Жәке, осы жерде бір айтатын мәселе, ұлт құру деген. Ұлт дегенде біз бүгінгі күні ұлттың құрылымын біз бір жай әңгіме ретінде қараймыз да, бірақ Европадағы ұлттың құрылу тарихына назар аударатын болсақ, Англияда 17-ші ғасырларда, Францияда 18-ші ғасырларда, Германияда 18 бен 19-ші ғасырларда басталған. Бұл жерде жаңағы Руссо дейді, Кант, жаңағы Вольтер сияқты үлкен ағартушылары бұл айтқан кезде ұлт азаттық күрестің платформасына айналғанда, бұлар білім көрсетіп берген, бұлар жол көрсетіп берген, бұлар бұл айтқан кезде продукт, өнімді көрсетіп бергенде ұлт болып құрылудың алғы шарттары, тетіктерін, механизмдерін қойып бергенде, бұл айтқан кезде бізде айтады ғой, Европадағы ұлттың құрылу тарихы 200 жылды қамтиды бұл айтқан кезде. Англияның өзі ұлт болып құрылуы. Және Мәмбет Қойгелдиев деген біздің алаш тарихын зерттеуші ғалым айтады да, мысалға Европада ұлт қалай құрылды дейді. Олар ешқайсы репрессияға ұшыраған жоқ. Бәрі кәдімгідей айналысты, қызмет жасады дейді. Ал Европа 200 жыл бойы жасаған мемлекеттік құрылымды алаштықтар 20 жылда жасаған дейді. Сонда алаштықтар былай айтқан кезде бір уақытта бірнеше адамның жұмысын бір мезетте істеп отырған ғой. Бұлар мысалға білім жағынан да болсын, большевиктер, коммунистік партиясы жаңағы Лениндер дейміз, Сталин дейміз, бұлардан білімдерде де жоғары болған. Мысалға айтады ғой, Алаш партиясының 15 қызметкері болса, оның 8-і жоғары білімді болған. Ал Ленин болса, мысалға Қазан университетін сырттай бітірген. Сталин тіпті жаңағы семинарияны да бітірмеген деп те айтып жатады, оны зерттеуші ғалымдар. Бұлар алаштықтарға, Сұлтан Аққұлы деген біздің алаштанушы ғалым айтады да, бұларға Ленин, бұларға Сталин авторитет болмаған дейді. Өйткені бұлардың білімі одан асып кеткен дейді. Мысалға бір Әлихан Бөкейхановты айтады, ол 9 тілді білген дейді мысалға. Әлімхан Ермеков 7 тілді білген дейді. Әлімхан Ермеков жаңа Қарқаралыда оқыған кезде, Семейде оқыған кезде ағылшын тілін, француз тілін, өлі латын тілін, ағылшын, француз, латын тілдерін білген. Сосын түрмеде отырған кезде Италия тілінде меңгеріп алған бұл кісілер. Сонда бірнеше тілді білген. Өзіңіз айтқандай, Ленин атамызбен осы Әлімхан Ермеков атамыздың кездесуінен кейін Әлихан атамыздың айтқан сөзі бар ғой ел аузында. Мына енді сақау деп те айтады, Ленин деп те айтады, біздің Әлімханмен табасатындай да дәрежесі бар екенді ғой деп, яғни осы тіпті білім дәрежесі соншалық деңгейде жоғары болғандығы, жаңағы сөзіңіз айтқандай Лениндардың қасында әлдеқайда білім дәрежесінің жоғары болғандығы, шынында 200 жылдық жұмысты 20 жылдыққа сыйғызу нағыз білімділігі, сонымен қатар үлкен қайраткерлігі, ұлтқа деген махаббаты ғой. Ойлаймын біздерге, біздің замандастарымызға өте үлкен шынында нағыз керекті осы үлгі алатын тұлғалар осы кісілер. Өйткені қалайда осы жаңағыдай аш кезеңде, жоқ кездің өзінде білімін тауып және жеке басыңның өзіңнің қараққан басынан гөрі ұлттың осындай нәрсені әлдеқайда жоғары қоя білу, бұл үлкен бір ер азамат үшін керекті құндылық қой. Жалпы енді осы ұлттың үлкен бір шекарасын шегендегеннен кейінгі оқысын саяси жолдары қандай болды? Бар болған 29 жасында бүкіл қазақ даласының, шынын айтсақ, бүкіл болашақ ғұмырын шешіп берді ғой шекара бойынша. Қазір Қазақстанна барлық несін қазақ 30-да орда бұзады дейді, нағыз орданы бұзудың үлкен үлгісін көрсеткен Әлімхан атамыз ғой. Жалпы осыдан кейінгі жалпы саяси жағдаяттар қалай болды? Ол кісінің білім жолы қалай жалғасты?
немесе жаңағындай қуғындалуы өзі осылай 1930 жылы алғаш рет түрмеге түсті, сол жағдаяттар жайында айта кетсеңіз. Енді Әлімхан Ермеков әрине ол заманда елім деп еңіреген ерлердің ешкім басына сипаған жоқ. Керісінше бастарына қара бұлт түңілді. Өздеріңіз білесіздер, Әлімхан Ермеков өмірінің 18 жылын абақтыда өткізген. Әлімхан Ермеков енді әрине абақтыдағы өмірді тағы біз білеміз, бірақ енді жаңағы Жанна Қыдырәлина осы Әлімхан Ермеков туралы жазғанда мынаны мәселені айтады. Бұл кісі негізі түрмеде құртып жіберу негізі мақсаты болған, бірақ түрмедегі басшылар, түрмеде жұмыс істейтін адамдар бұл кісінің педагогикалық, бұл кісінің ғылыми жақтарын пайдалануға тырысқан екен. Өйткені ол заманда жалпы білім беру деген, жалпы аттестат алу деген, жалпы сондай заман болды да, сонда түрмеде бұл кісі түрмеде жұмыс істейтін адамдарға да сабақ берген осы түрменің ішінде. Бұл кісі сонда түрмеде тек қана математика емес, түрмеде бұл кісі педагогика, басқа да ғылымдар, тарихты да бұл айтқан кезде жан-жақты қамтыған адам болған ғой. Түрмеде осындай құрметке ие болған, керек десеңіз, түрмедегі адамдардың есептеріне көмектескен, түсіндірген, тіл туралы да үйреткен. Енді бұл бір қыры. Енді екінші мәселе, Әлімхан Ермеков біз жаңағы осы жерге дейін біз оның саяси, дипломатиялық, тарихи тұрғыдағы жерді сақтаудағы ерен еңбегін айтсақ, сол сияқты ол математика ғылымнан да ғалым болған. Енді математикада ол өз кезінде Әлімхан Ермеков 1920 жылдары осы Қазақстанның территориясын алғаннан кейін әрі қарай 26 жылдар Ташкентте Қазақ педагогикалық институтында математик ретінде жұмыс істейді. Сол сияқты Қазақстанда тау-кен саласына 1935 жылдарда да қызмет атқарады, сабақ береді. Бірақ енді бір қызығы сонда қалай саясатты да, тарихты да, жерді де, фольклорды да, шежіренді де бәрін біліп, математика ғылымының профессор атану және онымен қоса жеті тілді білу, тілді де үйреткен. Мысалға кітаптарда, естеліктерде жазады. Осы кісі сапармен шет жаққа шығады екен де, келе жатқан кезде машина сынып қалады екен. Сынып қалған кезде сонда сұрайтын көрінеді, ауылда машина білетіндер бар ма деп. Сонда айтады екен де, мынандай немістер бар деп. Сонда немістермен немісше сөйлесіп, әңгімелесіп, жаңағы немістер одан кейін машинаны келіп тестеп беріп кетіп қалған дейді. Сонда тағы бір деректерде де бар, итальяндармен итальянша сөйлеген деген сондай бір. Енді қаншалықты тағы бір есімде қателеспесем, тіпті итальяндармен итальянша, гректермен гректерше сөйлесетінде де сондай бір қабілеті болған. Сонда бұл кісіні біз бүгін айтамыз ғой, легенда деп. Сонда бұл кісіні қай жаққа Бурабайға барса да, жаңағы Мағауия деген Әлімхан Ермековтың ұлы айтады да, біз Бурабайға да бардық дейді. Бурабайға барғанда да осындай бір жағдай, жолда бір машина сынып қалу, сондай жағдай болған. Сонда айтатын көрінеді де, ана үйге барып айт, машинада Әлімхан Ермеков отыр деп жүргізушіге айтқан екен де. Машина буксайт қалады екен, сонда жол жаман болады дейді де, сондай. Сол кезде екі машина келіп, жаңағы кісіні шығарып, үйге қонақ қылып, сөйтіп тосып алған. Сонда көп жер білген екен де бұл кісі. Енді осы жағын айтсақ та міне жеткілікті деп ойлаймыз. Қазір енді біз қазіргі уақытта айтып жатырмыз ғой, бір адамға бір мамандықты игеру аз. Қазір осындай үлкен инновациялық технологиялық заманда бір емес, бірнеше мамандық меңгеру керек деп, бұның ең озық үлгісін көрсеткендердің бірі осы Әлімхан Ермеков атамыз десек те болады. Әрине қазір бүкіл искусственный интеллект, яғни жасанды интеллектті дамып тұр, немесе бар кітап, білім барлығы да өте мүмкіндікшілік мол. Соның солдай мүмкіндік барды кездің өзінде біздің ондай талпынысымыз аз шығыны керек. Біздің жастарымызға өзіңіз айтқандай ұлттың қалыптасу кезеңі белгілі бір сол уақытта алаш арыстары қалыптастырғаннан кейін де бізде өкінішке орай 70 жыл совет үкіметі идеологиясында болып белгілі бір көптеген нәрселермен жоғалттық қой. Тіпті осы Әлімхан Ермеков атамыздың да алғашқы математикаға жазған кітабының өзі 3500 данасын барлығы да дерлік өртеліп, бір-екі ғана нұсқасы қалды. Оның барлығы шынында біздің үлкен бір қасиеттеріміздің бірі, қазіргі біздің жастардың үлкен міндетінің бірі осы ұлттық идеологиямызды дамытып, осындай тұлғаларымыздың үлкен деңгейде жарыққа шығару. Өйткені мысалы бір өкінішті нәрсенің бірі, бізге көптеген тұлғалық даму болсын, басқа болсын, көп жағдайда шетелдік тұлғалардың, шетелдік адамдардың көбінесе насихатталады. Шынында бір ғылымға ұмтыламын деген азамат болсын, тіл білемін деген азамат болсын, немесе
саясат қай жағын алса да Әлімхан Ермекұлы немесе басқалардың барлығы да біздер үшін үлгі. Тек қана сол кісі туралы ізденіп, қарап, шын айтсақ, біздер үшін барлық жол жасап қойды. Тек қана соны жаңғырту. Математикалық несіне де қатысты енді мен өз ойымның бірі, неге мысалы біздің алғашқы мектеп оқулықтарында осы Әлімхан Ермекұлы жайлы кішігірім болсын, біз енді көбінесе ол кісіні саяси қайраткер ретінде білеміз ғой. Жаңағы алғашқы математикалық кітап жайлы Міржақып Дулатұлы атамыздың жазғаны, Қаныш Сәтбаев, одан кейін осы Әлімхан Ермеков атамыздың жазғандары шынында біздің әрбір мектепте оқитын әрбір пәнге, осы математика саласына қатысты әрбір азамат білу керек деп ойлаймын. Ол кісінің жалпы сол саяси жағдайдан кейінгі қудаланғаннан кейінгі, яғни қазір өзіңіз қызмет етіп жатқан осы Қарағанды политех университетіне қызмет етті ғой. Сол жайында, ол кісілердің көзін көрген кісілер жайында айта кетсеңіз. Жақсы, енді біз айтып отырмыз ғой, жаңа бастапқыда Әлімхан Ермеков кезінде Қаныш Имантұлы Сәтбаевқа да сондай бір әсер етті деп. Кезінде Әлімхан Ермеков Сұлтанмахмұт Торайғыровты да кезінде Томскіде көмектескен, қаржылай көмектескен. Енді өздеріңіз білесіздер, Сұлтанмахмұт Торайғыров өте ерте қайтыс болып кеткен. Сол кісінде де естелік өнеріндерінде осы Әлімхан Ермековке ерекше бағасын беріп кеткен. Жігіт болса әлекеңдей болсын деп мысалға, тау жанарындай дейді, мысалға білімі, мінезі қандай дейді. Сол сияқты кезінде Әлімхан Ермеков тұтқынға түскен кезде сол бір пойызда Дінмұхамед Қонаев бір пойызда болған екен. Сол кезде Әлімхан Ермеков жаңағы бір баланы көреді, студент қазақтың баласын көреді, соған бір хатты береді екен. Хатты ашып қараса, мен Әлімхан Ермековпын, осындай мекен жайға апар, әйеліне енді айтқан ғой, мен етаппен кетіп бара жатырмын деп осылай. Сөйтсе жаңағы бала кім болған? Жаңағы Дінмұхамед Қонаев болған екен. Сонда Қазақстанға келген кезде Дінмұхамед Қонаевпен кездеседі ғой. Кездескен кезде Дінмұхамед Қонаев айтатын көреді, мен сізді білемін, осындай уақытта сіз менен бері жүргенсіз деп. Сосын жаңағы Дінмұхамед Қонаев айтыпты да, сіз енді Алматыда сізге жұмыс істеу қиын болады, ертең артыңызға түсетіндер көп болады, сондықтан Қарағандыда жұмыс істеңіз деп ол кісі кеңес беріп, үй мәселесіне де негізі Дінмұхамед Қонаев кезінде көмектескен екен. Сосын осы біздің университетке келген кезде, біздің университетіміз Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті ғой. Сол университетте Әбілқас осы Сағынов жаңағы ақсақалымыз қарсы алып алады екен. Сонда ол кісі де айтады да, біз жаңағы ол кісі кездескен кезде уайымдады дейді, алама жұмыс қалмай ма деп. Ол кісіні кездесер кезде мен одан да қатты уайымдадым дейді. Өйткені ол кісі біз үшін легенда болды дейді. Ол кісі аңыз адам болды дейді. Сонау Ленинмен кездескен, территорияны қалдырған, бірақ ол туралы біз көп айта алмайтынбыз дейді. Сосын осы біздің сол кезде Әбілқас Сағынов жұмысқа қабылдаған екен. Сосын сабақ берген, қазір енді біздің осы Әлімхан Ермековтен сабақ алған қазір көптеген сол кездегі студенттер, үлкен ақсақалдар, көбісі қайтып та кетті бұл дүниеден. Солардың естеліктерінде бізге қызық қой, бізде де сұраймыз. Бізге айтып беріңіздерші, қандай болды ол кісі деп. Сонда бізде Арыстан Ибадулла деген үлкен ақсақалымыз бар. Ылғи да сол кісі күшті әңгіме айтып береді, сонда өз өмірін айтып береді. Мен ауылдан келдім дейді. Сосын ауылдан келдімде 5 есеп берді дейді. 5 есептің 3-ін шығарып, 2-ін шығара алмадым. Сосын емтиханға қабылдаған кезде осы политехқа жаңағы айтты дейді, орысшаң жоқ, оның үшін не істеп жүрсің, оқымайсың деп шығарып жіберді дейді. Сол кезде ашуланғаннан жан даусым шығып кетті ма білмеймін дейді, айғай салдым дейді. Сол кезде біреу кіріп келді дейді, ей қарағым не болды деп. Сонда бір қарасам, сонда Әлімхан Ермеков дейді жаңағы. Сосын тұрып жағдайды сұрады дейді, осылай бәрін жылап айтып бердім дейді, сол кісі. Енді өзіңіз көріпсіз ғой. Сосын айтты дейді, бер кел деп. Сосын жаңағы комиссиядан сұрады дейді, мен карнаған 5 есеп берем, көрейік деп. Ал енді 5 есеп шығарып бере алмасан өзім қуып шығам деп айтты дейді жаңағы. Сосын 5 есепті қорыққаннан ба білмеймін дейді, 5-еуін де шығарып бердім дейді. Сосын жаңағы Әлімхан Ермеков айтты, мынау баланы қабылдайық, есептері дұрыс деп қабылдаған екен жаңағы. Ол кісі біздің профессор қазір университетімізде. Сосын тағы бір мәселе айтады да, ол кісіні мен қыдырата деп кеттім дейді. Мені құтқарып қалды дейді. Егер ол кісі болмаса мен кетуші едім дейді. Көптің бірі болып жаңағы жерде. Әлімхан Ермеков атамыздың бір адам тани алып бір қасиеті шығар.
жаңағы ол үлкен болашақ профессор тани алуы, қаныш атамызға жаңағындай тау-кен саласында кеңес беру, бұл да бір ерекше бір қырдың бірі секілді. Адамның бойындағы үлкен бір тұлғалығын, болмысын тани алу, әйтпесе жап-жас студент баладан сондай нәрсені көре алуға мүмкіндік беру, бұл да үлкен бір қасиет шығар. Иә, жаңағы бізде университетте Әбілқас Сағынов, Жетес Сантай деген ақсақалдарымыз бар. Солардың біз нелерін оқып отырамыз, естеліктерін оқып отырамыз. Тағы да үлкен біздің ақсақалдарымыз бар. Сол кезде жаңа тура сіз айтқандай, бұл әрбір баланы біліп отырған, аттарында жаттап отырған дейді. Сонда жаңағы кісілер сабақ бергендегісін айтады. Сабақ берген кезде бір күні біз бір заменаға келгенде бір мұғалім ауырып қалады да, соның орнына сабақ береді екен. Сонда топта отырған кезде жаңағы қазақтың балалары сабақта түсінбегендерін айтады екен де, математиканы. Сол кезде бұл кісі жексенбі сайын Федоровкада 9-дан бастап 12-ге дейін орыс тілінде дұрыс түсіне алмай жүрген қазақтың балаларына қосымша математикадан сабақ берген екен. Жексенбі күні сағат 9-дан бастап 12-ге дейін. Дополнительный сабақ дейді, қосымша сабақ берген. Сол кезде жаңағы ақсақалдар айтады да, бұның сабақта жалықтырмайтын дейді. Математикада бір қағазға да қарамайтын да, және де математиканы айтқан кезде өмірмен байланыстырып отыратын дейді, тарихпен байланыстырып отыратын дейді. Тіпті сандардың, мысалға, араб сандары қалай келді, арабтың математикасымен, мысалға, біз айтамыз ғой, сан ілімі бұл арабтардан келді деп. Сондай сабақтастықты, сондай ғылымды, әлемдегі ғылымды, дамып бара жатқан ғылымды, дамып жатқан технология, басқа Европада болып жатқан дүниелерді де бұл кісі біліп отырған. Сол тақырыпта да үлкен тақырыптар жүргізіп отырған екен де. Сонда біздің жаңағы математика ғалымдары тау-кен саласында болсын, автоматизация, машина жасау саласында, сондай ғалымдарға білім берген. Ол тек қана қазақ емес, орыс топтарында оқитында да Попов сияқты біздің университеттегі студенттер ол кісі туралы осындай өмірбаян туралы көптеген дүниелер жазып, сағынышпен еске алған естеліктерді де жеткілікті негізі осы кісі туралы. Алла разы болсын. Ол кісі жайлы шынында үлкен мағлұматтар біліп жатырмыз. Жаңағы айтып жатырмыз ғой, ол кісінің баспанасы мәселесінде біздің бір естіген үлкен бір шында оқиғамыз. Ол кісінің жаңағында сотталған кезінде 58-ші бап 8-ші тармақ бойынша сотталды ғой. Кейін осы Қарағанды қаласына келген кездегі жаңағы 58-ші үйде 8-ші пәтерде тұрған жайында, сол жайында негізі айта кетсеңіз, негізі бұл да бір белгілі бір деңгейде Совет үкіметінің қазақ зиялыларына үлкен бір қиянатының бірі ғой. Тіпті осындай жазасын өтеп келгеннен кейіннің өзінде сол кісінің сотталған тармағын және сол кісінің жаңағы статьясымен тармағын сол кісінің көшесіне қазіргі Абай көшесі, енді бұрынғы сол 58 Ленин көшесі 58-ші үй 8-ші пәтер етіп, тіпті бір мағлұматты естідім. Негізі 8-ші пәтер негізі ол кісі келмей қалған екен де, үйдің тұрып жатқан. Бірақ соның төменгі этаждың пәтер сандарын номерін ауыстырып, ол кісінің тұрған 8-ге ауыстырған екен тармақ. Иә, бар ондайда да. Ол да бір енді шын айтсақ, адамға үлкен психологиялық қысым ғой. Осынша 18 жыл бойы бүкіл өмірінің, шын айтсақ, бүкіл алтын уақытын қаншама қазақ халқына бұдан да артығырақ беріп алатын бүкіл мүмкіндігін соның өзінде осындай тар қапасқа қамалғанның өзінде халқымызға берген үлкен несі ерекше. Шынында Алла разы болсын. Ол кісі жайында кішігірім осындай кең ақпарат беріп, және тағы бір осы кісінің өскен жері жайында айтып өтсіз ғой. Тәттімбет атамыз күй шығарған жайында, сол кез жайында бір ауыз қозғап, ол кісілерге естеліктер жайында айтып өтсек. Енді кезінде біз жаңа айтып өттік, Әлімхан Ермековтің атасы Ермек тіпті кезінде жаңа Құнанбай атамызбен қажылыққа барған деп. Енді жаңағы деректерді оқыған кезде Ермек атамыз сол жақта қалып қойған екен, негізі қажылықта қайтып кеткен өмірге. Жаңа айтып отырмыз ғой, әкесі Әбеуде де Абаймен дос болған. Бұдан да көрініп тұр ғой, бұлар қалай зиялылармен. Абай енді бұл жерде біз негізі мынау мәселені айтқымыз келеді. Мынау қазақтың алаш ардақтылары, бұлар Абай, Абырай, Шоқан Уәлиханов сияқты ағартушылардың жалғастырушылары болған. Мысалға біз жаңа бас кезінде айттық қой, Европа халқы, европалық мемлекеттің үлгісі 200 жыл бойы жасалса, ұлт құру мәселесі, ол ұлт деген мәселе, ол бір тақырып, национализм теориясы бар, нация теориясы бар.
оның ішінде конструктивизм теориясы, инструментализм теориясы, примордиализм теориясы дейді. Бұл үлкен ғылым, үлкен мәселелер. Міне, сондықтан әлбетте өскен ортасы деген кезде бұл ең бірінші отбасында, оның жаңағы біз айтқан атасы болыс болды дедік, әкесі болыс болдық дедік. Бұлардың бәрі аристократтар. Мысалға біз білеміз ғой, Абай Құнанбайұлы, Абай атамыздың Абай болуына Сері әжеміз үлкен ықпалын тигізген. Сол сияқты да Әлімхан Ермековтің де осындай дәрежеге жетуіне де осы отбасы құндылықтары, үйіне сондай зиялылар келген. Мысалға біз бір жаңа айтып отырмыз ғой, Тәттімбетті, мысалға Жаяу Мұса сияқты, Балуан Шолақ сияқты біздің ардақтыларымызды біз өкінішке орай құрып бір ән салып, ерке болып жүрген бір серілер ретінде ғана білеміз де, бірақ бұлардың да бойларында бірнеше қырлы сипаттары болған, бірнеше қызметі болған, білімді адамдар болған. Біз жаңа айтып отырмыз ғой, Тәттімбетті мысалға. Тәттімбет анау былқылдақта жатқан кезде осы былқылдақ сылқылдақ деген күйлер шыққан. Тәттімбет атамыз кезіндегі, жаңа айтып отырмыз ғой, жаңа Қыдырәлина өз кітабында айтып қалады да, Әлімхан Ермековтің дейді, осындай тау-кен саласына кетуге, инженерия саласына кетуіне себеп болған осы Тәттімбеттің де бойындағы бір жаңағы ол жерді, геологияны ол сол заманда да білгенін көрсетіп тұр да. Енді біз өкінішке орай, біз былай айтқан кезде қазақ халқына бұл жер өңдеу, геология саласы, алтын өңдеу, басқа бізге сырттан келген сияқты, сырттағылар үйреткен сияқты. Бірақ шын мәнінде біз алып қарайтын болсақ, Беғазы Дәндібай мәдениеті осы орталық Қазақстандағы. Ол жерде қола дәуірінде қаншама заттар жасалған. Біздің қазақ даласында алтыннан, мысалға біз алтын адамды алып қарайықшы, алтын адамның үстінде 5000-ға жуық түйме болған. Мысалға әрбір түйме, былай айтқан кезде ғалымдар айтады да, алтын адамның үстіндегі бір түйменің өзі кіп-кішкентай, қазіргі кезде мықты дамыған ювелир саласы қанша жерден дамыса да, зергерлік саласы тура сол сақтар заманындағындай тесіктерді, сақтар заманындағындай оюды істей алу, қайталауы екіталай дейді. Сонда бұл нені айтып тұр? Бұл сонда Тәттімбеттің бойындағы алтынды өңдеу, алтынды табу, жерді игеру, жерді тану деген мәселе ол аспаннан алған жоқ қой. Олардың бойында сабақтастық болды. Бірақ өкінішке орай сол сабақтастықты, сол тарихты, сол мұраны, сол төл мәдениетімізді, төл тума мәдениетімізді құрту жұмыстары жүргендіктен кейін біз осындай бір жаңалықтар көрсе, бізге осылай екен ғой, былай келген екен ғой деп айтып жатамыз. Шын мәнінде бұл далада қаншама өркениеттің ошағы болған. Ол амандық болса, алдағы уақытта бұлар әлі де ашылады, әлі де кең көлемде айтылатын болады. Алла разы болсын. Жаңағы сөзіңізге қосымша, шынында Түркістандағы бұрынғы отырар моншасы, Тайқазан, барлығы да қазір қайрадан, шын айтсақ, құпиясını білмей жатыр ғой. Тайқазанның қалай дайындалғанын, отырар моншасының кішігірім ғана майшамның көлемінде ғана жуымен бүкіл жуынатындығы, бұл шынында біздің қазақ даласындағы біздің бабаларымыздың қандай үлкен мәдениеттің ошағы болғандығын білдіретіні шынында дәлел. Көп рахмет Жарқын аға, осындай үлкен бабаларымыздың салиқалы ғұмырынан, ұлтымыздың дамуындағы үлкен қызмет еткен Әлімхан Ермеков атамыз жайлы кең мағлұмат бергеніңізге Алла разы болсын. Көп рахмет. Біз де қуаныштымыз, сол кісінің қызмет еткен жерінде өзіңіз де сол қабырғада қызмет етіп жатқан қызметіңіз Алла берекет берсін. Көп рахмет. Құрметті көрермендер, бүгін өздеріңізбен бірге қазақтың тұңғыш математика ғылымдарының профессоры, сонымен қоса 7-ге жуық тіл білген алаш арысы Әлімхан Ермеков жайында кішігірім ғана өзіміздің түсірілімімізді түсірдік. Көп бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Алла разы болсын.